Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы х дыбыстары. Бүгінгі сабақта сендер х әріптері бар сөздерді ажыратасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Кестедегі сөздерді менен кейін қайталаңдар. Бұл сөздердің айтылу ерекшеліктерін анықтаңдар. Қала, халық, қаһарман, құрал, хикая, жиһаз, қырман, хан, гаухар, қағаз, хат, жиһангер, қайық, хабар. Балалар, бұл сөздердің айтылу ерекшеліктерін байқадыңдар ма? Қане, бұл дыбыстарды жеке айтып көрейік. Қ, х, х. Бұл дыбыстардың айтылуын естеріңе сақтаңдар. Берілген сөздердің мағынасын білесіңдер ме? Қырман комбайннан түскен дәнді кептіріп, тазалайтын ашық алаң. Қайық суда жүзетін көлік түрі. Хикая араб тілінен аударғанда әңгімелеу деген мағынаны білдіреді. Хикая желісі шытырман сюжеттен құрылады. Хан деп елді басқарған билеушіні атайды. Қаһарман ерекше ерлігімен, батырлығымен көзге түскен адам. Ал жиһангер елді, жерді аралайтын саяхатшы адам. Естеріңе сақтап алыңдар. Х қатаң дауыссыз дыбыстар. Х дыбысы сөздің барлық буынында кездесе береді. Мысалы, хан, саяхат, тарих. Х дыбысы сөздің ортасы мен аяғында кездеседі. Мысалы, гаухар, қаһарман. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Ізет. Сәбира әжей немересі Хадишамен көшеде келе жатқан. Алдарынан бір жас жігіт шыға келді. Сәбира әжей оны күтіп тұрды. Әже, өте беріңіз, деді жігіт. Жоқ, сен өт балам. Жол сенікі. Жігіт өтіп кетті. Хадиша әжесіне ренжіді. Өзінен кіші жігітке жол бергені несі? Әйел адам ер кісінің жолын кесіп өтпес болар қызым. Ата-бабадан қалған салт солай, деді әжей немересінің ойын сезгендей. Хадиша ойланып қалды. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. Әже кімге жол берді? Әже жігітке жол берді. Әже ол адамға жол беруінің себебін қалай түсіндіреді? Әйел адам ер кісінің жолын кесіп өтпес болар қызым. Ата-бабадан қалған салт солай, деп түсіндіреді. Мәтіннен қандай ой түйдіңдер? Ер кісінің алдын кесіп өтуге болмайды. Ендеше балалар, қазір әдептілік туралы бейне материалға назар аударыңдар. Үлкен кісілерден үнемі алғыс естіп, баталарын алуға тырысу керек. Алғысты әдепті қылығымыз үшін айтады. Сонда әдептілік көрсеткен адамға әдептілікпен жауап беру керек екен ғой. Әрине, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген мақал осыған байланысты айтылса керек. Жасы кіші үлкенді сыйлап, құрмет көрсеткенде, жасы үлкен адам оның құрметіне ізет білдірген жөн. Аға, көрдіңіз бе? Анау бала асығып, үлкен кісімен соқтығысып, оны құлата жаздады. Қолындағы босаған ыдысын жолдың шетіне тастай салып, кетіп барады. Мұндай жағдайда сен не істер едің? Біріншіден, көшеде жүргенде асықпай, жан-жағыма қарап жүремін. Екіншіден, үлкен кісінің жолын кесіп өтпей, тоқтап, өткізіп жіберемін. Босаған ыдысты көшеде тастай салмай, қоқыс жәшігіне саламын. Жарайсың, Дана. Қоғамдағы ең бағалы адам әдепті адам. Қай елде әдеп жоғары қойылса, сол елдің абыройы артып, тұрмысы да жақсы болады. Бейне материал сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастырамыз. Берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына х әріптерінің тиістісін қойыңдар. Қазақ халқы
Қаһарман халық. Әжем қызықты хикая айтып берді. Біз үйге жаңа жиһаз сатып алдық. Алмат шахматты жақсы ойнайды. Балалар, сендер дұрыстап алдыңдар ма? Мұнда берілген сөздерді менен кейін қайталаңдар. Бұл сөздердің айтылуы мен жазылуын естеріңе сақтаңдар. Жаһан, қаһарман, мархабат, халық, хоккей, ханталапай, жиһаз, тарих, гаухар, шахмат. Балалар, осы сөздердің ішіндегі қаһарман сөзіне дыбыстық талдау жасаңдаршы. Қаһарман сөзі 8 әріп 8 дыбыстан тұрады. Мұндағы қ қатаң дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Х қатаң дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Р үнді дауыссыз дыбыс. М үнді дауыссыз дыбыс. А жуан дауысты дыбыс. Н үнді дауыссыз дыбыс. Дыбыстық талдауды дұрыс жасағандарыңа сенемін. Жарайсыңдар. Енді берілген өлеңді бірге оқиық. Ей қаһарман, қаһарман, келдің қандай шаһардан. Айдаһармен алысып, қорықпайсың заһардан. Осы өлеңдегі х дыбысы бар сөздерді бірге атайықшы. Қаһарман, қаһарман, шаһардан, айдаһармен, заһардан. Балалар, мұндағы шаһар сөзінің мағынасы үлкен қала дегенді білдіреді. Заһар, ашу, ыза деген мағынаны білдіреді. Біле жүріңдер. Балалар, келесі өлеңді мұқият тыңдаңдар. Хайуанаттар әр күні хабар тосып қалғыды. Хат келген соң харпін хан сайлады барлығы. Өлеңдегі х дыбысы бар сөздерді қайта бірге айтайық. Хайуанаттар, хабар, хат, хан. Балалар, х дыбыстарының айтылу ерекшеліктерін естеріңе сақтаңдар. Балалар, ойланып тауып көріңдерші. Суреттегі көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, жаңа сөздер жасау керек. Кітапхана, дәріхана, шілдехана, емхана, асхана, баспахана. Балалар, сендер қандай сөздер таптыңдар? Бұл сөздердің мағынасы сендерге таныс болу керек. Мұндағы шілдехана сөзіне назарларыңды аударайын. Шілдехана өмірге келген нәрестенің құрметіне жасалатын той. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендік? Х әріптері бар сөздерді ажыраттыңдар. Ізет мәтіні бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарға жауап бердіңдер. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.